Жалғастыра беріңіз. Енді бұл кітаптың одан кейінгі жаңағы сөз аппаратына, сөзге байланысты кейінгі бөлімдері жаңағы біздің ата жұртымызда Оралдан төмен қарай Қазақстан территориясында алғашқы саналы адамдардың қалыптасқандығы келтіріледі. Бұған ғылыми жаңалықтар, ғылыми жаңағы фактілер солар бәрі дәлелмен айтылады. Содан барып Оралдың оңтүстігі мен Қазақстанның территориясында жаңағы алғашқы саналы адамдардың топтары пайда болған. Солар өсіп өріп үлкен жағдайға жеткен. Енді ол кітаптың барлығын әңгімелеуге қиын. Құдірет деген сөзге не мағына беріп отырсыз сіз? Құдірет, Ата жұрт дейсіз, сосын құдірет дейсіз. мәселен ата жұрт деп мен жаңағы қазір территорияның біразы орыстардың қарамағында болғанмен Орал тауының оңтүстігі мен Қазақстанның территориясы түгелдей осы ата жұрт болып саналады. Осы маңайда жаңағы біздің ата тектеріміз қалыптасқан. Ол ата тек дегенде жаңғыз қазақтың, жаңғыз түркілердікі емес. Оның ішінде жаңағы жерде мына европалық тілдестер, Афразия тілдестер, сосын мынау моңғол тілдестер, тіпті Қытай тілі мен жаңағы солтүстік Кавказдың тілдерінің барлығы осы маңайдан жан-жаққа тараған болуға тиісті. Өйткені саналы адам осы жерде пайда болғаннан кейін. Оның бәрі кітапта келтірілген. Африкада емес, сонда саналы адам сіз осы жаңағы ата жұрт деп отырған аймақта туды дейсіз бе? Иә, Африкада ол дәлелденбеген ешқандай. Африкада пайда болды дейді, Африканың жаңағы несінде, шығыс жағында. Оған бірақ адамзаттың жаңағы ата тегі әлі саналы емес, анатомиялық, физиологиялық түрлері пайда болса пайда болған. Одан кейін ол Арабияның жеріне таяу шығысқа келген, сол жақтан шығып. Одан кейін сол жерден бүкіл дүниесіне тараған бұл жаңағы миграция. Санасыз жаңағы стихиялы миграциямен Европаға келген, Азияға келген, біздің Орал тауының оңтүстігі мен Қазақстан территориясына келген. Содан суық жерге сәйкес келген жаңағы оңтүстік жақтан келген тайпалар өте қиыншылыққа ұшыраған. Осының әсерінен жаңағы ғылымдағы дүние сол ақ нәсілді адамдар пайда болып, осы жерде саналы адамға айналып, осы жерден жан-жаққа тарайды. Оларға мына сіз бір айтасыз, мен де енді теріп жатырмын. Үзіп оқимын арасында, өйткені теріп отырғанда ми басқаша жұмыс істейді. Және екінші бөлікті мен қатты қарай алмай қалдым. Құдірет деген ұғым бар. Және сіз осы енді жер мен көкті келіп, ана бір сілкініс, серпіліс болып, соның арқасында әйтпесе жаңағы бұрынғы күйден саналы күйге өту үшін бір серпіліске не нәрсе түрткі болды. Соны бір ашып кеткеніңіз бар? Иә, соны айтсаңыз қысқаша. Құдірет деген ұғымды мәселен біз енді дін бойынша Құдайдың құдіреті, Алланың құдіреті деп айтылады ғой. Бірақ оларды ешқандай басы жоқ, не аяғы жоқ, қайдан шығып, қайдан құрған ешкім де білмейді. Шындығы керек. Мәселен, Құдайдың ар жағында кім тұр, оны ешкім білмейді. Бітті, Құдай жаратты, Алла жаратты. Оны толкование жасауға болмайды. Содан діни ұғымның бәрінде солай. Ал енді неде, ғылымда абсолюттік рух дейді. Ол да соған жақын, идеалистік теорияда. Абсолюттік рух дегенде ол да Құдайға жақын нәрсе. Оған да жаңағы жерде сондай абсолюттік рухтың арқасында болады дейді. Ал материалистік ғылымда онда саналы материалың қасиеті дейді. Сонан келеді де бірінші материя ма, бірінші сана ма деген адамзатта осы уақытқа дейін дау келе жатыр. Ал енді сана бірінші болса, материя онда жоққа шығады бас дейді. Сана барлығын
материалын жасап, оны нетіп тұрған сияқты. Ал материал бірінші болса, сана қалып қояды. Шындығы керек, бұны осы таластың керегі жоқ. Сана да, материя да екеуі де бірінші емес, екеуі де болмыста бар дүние. Сана мен материяның бірлестігінің арқасында екеуі қарама қарсы дүние, осымен құдіретте болған. Жаңағы. Екеуінің бірлестігінің арқасында жаңағы ажырағысыз бір тұтас дүние дейсіз. бір тұтас дүние. Мәселен, санасыз материя жоқ, материясыз сана жоқ. Өйткені сананың материя сияқты қасиеттері жоқ, өлшемі жоқ, салмағы жоқ. Ал енді сананы материядан бөліп ала алмайсың. Материясыз сана жұмыс істемейді, санасыз материя жұмыс істемейді. Бұлар бір-біріне әсер ететін қарама қарсы дүние. Сондықтан бүкіл болмыс қарама қарсыдан тұрады. Қарама қарсысыз дүние жоқ. Кез келген бөлшекті алып қарасаң, қарама қарсыдан тұрады, одан қайшылық пайда болады. Қайшылықтардың арқасында жаңағы қатты күрес болады. Әлі бірлікте, әлі күресте, соның арқасында жаңағы даму болады, өлу болады. Жаңағы құлдырау болады, өсіп, дамып кетеді. Осыны құдіретті болған мен. Жақсы, рахмет. Енді мынандай ойды айтқым келіп еді. Табиғаттың, күннің энергиясының, топырақтың бәрінің жаңағы қосылып жиынтық күші осы ғана келді. Бір белгілі бір қоршаған ортаның қолайлы жағдайы әкеп отыр ғой. Біздің жаңағы Оңғаралдың оңтүстігі мен Қазақстанның аумағын алған кезде сол қолайлыға әкелесіз. Және содан тараған дейсіз. Және сіз егер Олжас Сүлейменов сөз дыбыстан шыққан деп деген гипотезаны айтып дәлелдесе, сіз сөз дыбысқа еліктеуден, табиғи дыбыстарға еліктеуден шыққан дейсіз. Және оқып отырған кезде енді мынау өзі шын ба, өтірік па, ертегі ма, қиял ма деген ой келеді оқырманға. Оған күмән жоқ. Бірақ жаңағы Крит аралы, ол қырат. Гераклдың шыққаны, Крит аралындағы Алаш деген жердің бары, Арменияда Алашкерт деген жердің бары, футбол командасының бары, олардың да жаңағы Алашты құрметтейтіні, соғыс құдайы Арестің жаңағы Арыс деген біздің тайпалардың атымен ұқсастығы, және Арыс болсын, Арес болсын, басқа болсын, жаңағы оның Алаш ұғымына барып тірелетіндігі. Сосын бір жерде айтасыз, мынау қазақ деген сөздің өзі, қазақтың өзі Алаштан бұрын пайда болған дейсіз. Жаңағы Алаш ұғымы, Алаш құдіреті өзі бүкіл әлем жаулап алғандай, жарты әлемді. Екінші жағынан, оның ар жағында қазақ тұрғаны. Бұның бар енді ғажап таңғалдырады да, қызықтырады. Енді осы дүние оқырманға жету керек. Оқырман оқу керек. Бізде білесіздер, қазір енді кітап тираж аз, шыққаннан кейін оны кітапты және жетелеу керек, жұртқа көрсету керек. Сіздің сырқаттануыңызға байланысты біз сәл кешіктік. Және мені бір таңғалдыратын нәрсе, келесі бір нәрсе. Сіз осының бәрін алдын ала қолжазба дайындап қоймағансыз, ат үсті жазып жатсыз. Бұның бәрі миыңызда қалай тұр? Бұл қай құдіретпен қалай туып жатыр? Екі сұрақ қойып жердім. Бұл постоянно үнемі ойлаудың нәтижесі ғой, соның баста қалып қойған. Сосын соны енді жаңғыртып жатырмын. Үнемі ойланып жүргендіктен, жаңағы үнемі жинақтап жүргендіктен соның нәтижесі ғой. Бұл да бір жаңағы адамзаттың өзі бір құдірет қой. Адамзаттың өзі құдіреттің бір кішкентай бөлшегі. Сондықтан ал енді адамзаттың ішіндегі жаңағы маған ой келіп тұрғаны, жаңағындай ойдың жүйесін қалыптастырған, ол да бір жаңағы құдіреттің бір элементтері болуға тиісті. Көріністері болуға тиісті. Ал енді сөз қайдан шықты? Қандай дыбыстарға еліктедік? Бірінші бөлікте жазасыз, сақ, сарт, сұрт, тарс, тұрс, мысалы. Енді ол табиғи, ол жаңағы адам қиналып жұмыс істейді, жан сақтау үшін, өмір сүру үшін әрі қарай. Ол кезде санасы жоқ, жаңағы ұмтылады, жанталасады. Олайды үйтеді, жаңағы қару жұмсайды, суықтан қорғанады. Осындай еңбектің үстінде, қимылдың үстінде әртүрлі табиғи дыбыстарға сәйкес келеді. Мәселен, сақты айтайық. Сақ дегенде жаңағы сақ еткізіп ұрғанда, таспен ұрған, алғашқы қару тас қой.
таспен қойғанда сақ ете қалады. Соны сақ еткіз деген мағынада болады ол. Тура сақ еткізу деп айтылмаса да, сол сақ деген сөзді ол сақ еткізген деген мағынада адамзат алғашқы ұғынған. Сақ еткізу. Осы да сақтан барып жаңағы жерде бірте-бірте осы сөзді өздері үйреніп алып, мәселен бір нәрсені ұрып ұстап алған уақытында айқайлайды, сақ етті, сақ деп айтайды. Яғни сақ еткіздің деген сөз. Осындай сол тақ деген сөз бар. Иә, шант деген сөз бар. Осы сөздер мәселен мен жаңағы бірінші бөлімде мәселен көптеген жаңағы 40 шақты ма, қазір атын білмеймін, санын білмеймін, сондай сөздердің мәселен алғашқы сөздердің табиғи дыбысқа еліктеуден пайда болғанын, оның қазақ сөзінде жаңағы бар екендігін, содан қаптаған мағыналы сөздер туындаған. Енді егерде жасым жетсе, денсаулығым келсе, осы нелерді бітіргесін, алаш құдіретін, қазақ құдіретін, түркілердің, Шыңғыс ханның құдіретін аяқтағаннан кейін, осы алғашқы сөздердің құдіреті деп бір жинақтап бір нәрсе жазбақшымын. Ол енді бір... Иә, дегеніңізге жетіңіз. Ол ойым солай. Онда жалғыз қазақтың сөзі пайдаланылмайды, бүкіл халықтардың сөздері қолданылады мәселен. Оған материал табылып қалар. Олжас Сүлейменовтің жазғандарының өзі үлкен материал. Ол кісі енді сөз белгіден жаңағы сызбадан содан пайда болды деп келтіреді ол кісі сөздерді. Ал енді негізі бұл табиғи дыбысқа еліктеу деген теорияны алғашқы негіздеп жазған, бірақ әрі қарай дамып тұрған жаңағы немістің атақты ғалымы Лейбниц болады. Сол кісі негіздеген. Бірақ әрі қарай бұны елдің бәрі қолдана бермейді. Бірақ осыдан ешкім қашып құтыла алмайды да. Иә, еңбегіңіздің осы ғылыми негіздерін айта кетсеңіз. Өйткені мысалы мен енді айтуға да күлкілі, бірақ заң ғылымының кандидатымын. Докторлыққа жеткен жоқпыз. Біз енді бір ғылыми негіз түп іздейміз. Бірақ енді міне бәлен жыл осы салада жүрген кезде мен ғылымның өзінің түп алғашқы материясы, анау алғашқы тінінен өзіне қатты күмәнмен қараймын. Өйткені қазіргі ғылымда бірін-бірі қайталау, көшіріп жазу, сосын бір белгілі бір беделді аттарға, авторитеттерге сүйеніп, соны көз жұма қабылдау қалыптасып қалған қасаңдық бар. Жаңадан бастап кете алмайды. Сен кандидаттыққа жазып жүргенде айтады, жоқ, сен қазір ешкімге тиіспе, сен ойыңды кейін докторлықта айтасың дейді. Енді докторлыққа шама келмей қалды, мұрша келмей қалды, әртүрлі сылтау көп қой енді адам зат баласында. Сіз енді ешқандай ғылыми атағыңыз жоқ, біз білеміз, ағаларымыздың бірінен үлкен бірінен кіші жолдассыз, елге сыйлы азаматсыз, әндеріңіз бар, күйлеріңіз бар, өлеңдеріңіз бар, жалпы жұртқа айтып жүрген ғибратты үлгі ететін өнегелі өміріңіз бар. 70-тен асып, 80-ге ортасына жақындағанда сіздің осындай еңбектермен көрдіңіз, маған өте таңғалатын шаруа болды. Енді ғылыми негіздері не? Ғылыми негіз еңбегіңіздің қайсына сүйенесіз, қандай теорияларды сіз жоққа шығарасыз? Соны бір қысқаша айтып кетсеңіз. Тілдің пайда болу туралы қаптаған теориялар бар. Олардың барлығы сол абсолюттік деуге келмейді. Ал енді мен пайдаланып отқан дүниеде сол теориялардың бәрін жақтырмайды емеспін, солардың бәрін де қолданам, пайдаланам. Ал негізгі арқауым жаңағы бірінші құдірет идеясы. Екінші сол құдірет идеясының жаңағы салдарлары, нелері, іздері, мәселен жаңағы табиғи дыбысқа еліктеу мүмкін. Ал енді қалған жаңағы Дарвиннің теориялары, сосын тағы басқа қаптаған нелер, осылардың бәрін мен жоққа шығармаймын, бәрінде. Құдайдың құдіреті дегенді де мен еңбегіме қосып қойдым. Құдайдың құдіретінен болды дейді, жаңағы дәлелсіз айтылады ғой. Ал енді ғылым осы уақытқа дейін Құдайдың құдіретінен жаңағы жоққа шығару үшін соған дейін келеді. Күреседі. А сіз күреспейсіз? Жоқ, мен түгелдей оны жоямын деп күреспеймін. Бірақ соның
көп нәрсесін жаңағы анықтап жоққа шығарып келе жатыр. Бірақ бір жолата жоққа шығара алмайды. Ол бір жолата жоққа шығара алмайтын себебі құдірет деген тылсым дүние бар. Ол Құдай ма, ол Алла ма, ол Бог па? Оны ешкім білмейді. Иә. Мен жаңағы құдірет деп жаңағы бүкіл болмысты айтып отырмын. Ол болмыс тек қана жаңғыз материя емес санадан тұрады. Оны Алланы жаңғыз, жаңағы Құдайды жаңғыз дейтін себебі осы. Бұл адамның идеясы. Яғни басқа материядан тысқары, санадан тысқары бірлескен дүние жоқ, ол жаңғыз дүние. Бұл жалпы болмыс. Ал енді біздің мына болмысымыз өзіміз өмір сүріп жатқан болмыс. Бұл үлкен бір кішкентай, үлкен взрывтан кейін болған дүние дейді ғой. Бұлар жан-жаққа тарап жатыр. Алғашқы ғаламат жарылыстан кейін. Алғашқы ғаламат жарылыс. Сіз сол жарылыс сөзінде айтасыз ғой. Жаратылыс, жарылыс. Жарылыс бұл енді бұны бүкіл болмыс емес бұл. Бұндай жарылыстар, бұндай болмыстар сансыз көп. Біз сол сансыз көп бір жаңағы жалпы болмыстың бір бөлшегінде өмір сүріп жатырмыз. Ал енді бұл болмыс жаңағы біз өмір сүріп жатқан болмыс. Осының басталуы болды, оның аяқталуы да бар. Көрдіңіз бе? Значит, бұл қазір біз өмір сүріп жатқан болмыс, бұның құрамағында галактика бар, жұлдыздар бар, жаңағы күн системасы бар, қаптаған системалар бар. Бұл жарылыс, бұл аяқталады. Бұл аяқталады да қайтадан жаңағы менің жобам бойынша осылар жинақталып қайтадан бір точка болады. Иә, содан кейін бұл болмыс аяқталады. Ал енді бізде кішкентай мәселен, кішкентай дүниеде осындай сияқты біреуі басталады, біреуі аяқталады. Мәселен, құдіретті тайпалар, мемлекеттер пайда болады. Құдіретті тасиды, жаңағы жерде пайда болады. Пайда болып, жерөкті жағалайды, нетеді, ақырағында жаңағы бір-біріне сіңіп кетеді, жойылады. Бір-біріне сіңіп кетеді, жойылып кетеді. Тілі өзі ассимиляцияға түседі, немесе тілі жойылады. Мүмкін оның құдіреті аяқталады. Бесік құдіреті дейсіз. Енді ол демографиялық күш қой. Демографиялық күш, ол құдірет. Ол мәселен мынау еуропалық тілдестер, мәселен неде Түркияның жерінде, сосын Иранның батысында жаңағы Түркияның жерін қалай деуші? Анатолия мен Иранның батыс жерінде керемет үлкен цивилизация болады, егіншілер. Бұлар жаңа Египет сияқты, жаңағы Елам сияқты, сосын жаңа Сумер сияқты керемет цивилизация жасамағанмен, бұлар егіншілер сандары өте көп болған. Жасамағанмен сандары көп егіншілер. Современный жаңағы цивилизация, өркениет. Осылар барып, жаңағы жерде бүкіл Европаны басып алды. Бұлар жаугершілікпен бастаған жоқ, бірте-бірте өзінің құрал сайманымен, бала шағасымен, жаңағы табиғаты ыңғайлы, қатты емес, қатты. Енді олардың да өз тілі болды ғой. Ол тіл қайдан шықты? Олар да табиғат еліктеуден шыққан тілдер ме? Әрине, барлығы. Ал енді біз мына жақтан енді біз оңтүстік Орал, Қазақстан деп отырмыз. Яғни енді қазіргі біздің қазақ кіндікшіл оймен айтсақ, енді қазақтар барды дейікші. Тырнақшаң ішінде қазақтар барды. Енді арғы ата бабалары барды ғой енді. Сонда бұл жерде бұл екі тілдің айырмашылығы не? Европалық тіл мен ата жұрттан барған тілдердің айырмашылығы, жаңағы көшпелілердің. Жоқ, енді бізде жаңағы шындығы керек археолог жаңағы данныйлар бар, деректер бар. Иә. Сол арқылы біздің ата жұрттан жаңағы Қазақстан территориясы мен Оралдың оңтүстігінен Каспийдің жағалауын жағалап, ең ыңғайлы көшетін жер. Солтүстігін жағалап. Иә, солтүстік, мына шығыс жағын. Шығысын жағалап, шығысымен Түркменияның оңтүстігіне. Оңтүстікпен. Түркменияның оңтүстігіне, сосын Каспий теңізінің оңтүстігіне барып орныққан. Иә. Ол дәлелденіп отыр. Деректер бар. Иә, одан құлағдармыз. Иә. Осы барып кеткендер жаңағы индоевропалық тілдердің аталары. Және
арабтардың Енді біздің хамиттерін. қарапайым оқырман бей деп ойлайды ғой енді. Біздің жақта біз қазақтармыз, түркілерміз, алашпыз. Бізге үнді Европа десеңіз Үндістан, сосын Европа десеңіз батыс. Біреуі шығыс, оңтүстік шығыста, біреуі батыста. Бұған біздің қатысымыз қанша, олардың бізге қатысы қанша деген ой туады. Осыны бір қарапайым сөзбен айтып кетсеңіз. Енді мәселен бәрін қазақтан шығару ол дұрыс емес негізі. Бірақ ата жұртта жаңағы Орал мен жаңағы Қазақстан территориясында осылардың бәрі бірге болған кезінде. Язык дейді ғой, ата тіл. Ата тіл ол қай тілде, қандай тіл екенін ешкім білмейді. Оны жаңағы индоевропалық тіл, әйтпесе жаңағы не тіл. Сондай атау қалыптасқан ғой енді ғылымда. Орал тілі, әйтпесе Алтай тілі деп айтуға келмейді. Сол кездің өзінде жаңағы алғашқы жылқыларды үйреткен уақытында жылқылардың аттары сол кездің өзінде болған. Жылқышылардың. Иә, жылқышылардың. Жылқышылар мәдениеті. Ал енді оңтүстікке қарай кетіп қалған жаңағы индоевропалықтардың жаңағы афразия тілдердің адамдары олар. Олар жылқымен, сиырмен көшкен шығар, бірақ жылқыларын оңтүстікте асырай алмаған. Енді олар сосын кейін оған климат мүмкіндік бермеген ғой. Мүмкіндік бермеген. Ал жылқы ол жақта өсе алмаған. Ал енді содан кейін олар Түркиядан, Түркменияның оңтүстігінен де кетіп қалады. Сол кетіп қалып, ары қарай кетеді. ары қарай жаңағы Анатолияға барады. Анатолияға, Иранның батыс жағына Бұл барады. қай мұғдар, қай заман? 15 мың жылдар бұрын. Примерно ол тіл мамандардың айтуы бойынша жаңағы кімдердің алғашқы тарауы, европалық тілдердің алғашқы тарауы сонда болған. Оның бір дәлелі мәселен қазақта екі деген сөз бар мәселен. Ал екі деген сөз мәселен санскрит тілінде бар. Ол бір. Ек деген жаңағы оқ деген, ек деген сөздер жаңағы оқпен атып жүрген, оқ айта қалады ғой адам, ақ айта қалады. Сол бірінші атып берген уақытында мен бірінші оқ өткіздім, мен бірінші ек өткіздім деген сияқты мағынада сонда бірінші мен деп кеуде қағып бір деген мәселен орыста первый дейді ғой. Сол мәселенің осы қазақта бір. Первыйда бір деген сөз түбір тұр дейсіз ғой. Түбір тұр, иә. Ал енді екі деген сөзді мәселен ол да сол кезде бір деген мағынаны берген. Ал санскритпен жаңағы қазақтың ата тілдері бәрі бірге болған кезде мәселен сол жақта бірге болған кезде жаңағы екі деген сөз бізде қалып қойған. Қалып қойған уақытында жаңағы жеке дейді ғой. Иә, сол айтатыныңыз бар. Жеке, жекпе-жек. Жекпе-жек дейді ғой мәселен. Бірге бір деген сөз. Бірге бір деген сөз. Ал сол ол жер есінде ме? Иә, біздің қазақ тілінде сақталып қалған. Көрмейсің бе? Значит, жаңағы санскрит тілдестерде жаңағы индоевропа тілдестерде сол біздің жақта болған. Ал енді қазақтар ол жақтан болып келді деуге келмейді ешқандай. Иә, өйткені жаңағы тайпалардың бәрі ақыл есі болғаннан кейін, саналы болғаннан кейін бәрі оңтүстік жаққа, Африкаға дейін жаңағы Азияның анау шығыс жақтарына дейін түгелдей тараған. Осы жаңағы тілді таратқан осылар жаңағы. Жан-жаққа тараған. Мұнда жаңағы отырықшы егінші халық пен көшпелі халықтың тілдері араласып, мәдениеті араласып, жаңа мәдениеттер қалыптасып. Иә. Ал енді сонда жаңағы қара, ал енді екі деген мағына қалай шыққан бізде? Екі ектесін, екі болып шығады. Екі бір. Бір-бірімен қостан екі. Екектен екеден жаңағы жерде екі шығады. Соның екі деген түрі жаңағы екеге ауысқан түрі жаңағы. Жеке деген қазақтың сөзі бар. Не деген? Жеке. Иә, жымен сөйлейтін қазақтар жыны қосып айтады. Ал негізі еке.
два деген, яғни Иә, екі деген иә, санның иә. жеке деген түрі бар, Иә, екі деген түрі бар иә. дейсіз ғой. Көрмейсің бе? Кейде жеке деген сөз екі деген мағынаны бере ма сонда? Иә. Мәселе сосын енді европалық тілдерде приставка деген мағына бар. Иә. Сөздің басында келеді мәселе. Мәселен сол приставкалар біздің қазақ тілінде бар. Алып келтіріңіз мысалы. Иә, мәселен беймезгіл дейді. Енді оны бәрімізге баршаға мәлім болды. Иә, беймезгіл. Сосын Бейжай дейміз, беймезгіл дейміз, беймезгіл дейміз, бейсауат дейміз, бейсауат дейміз жаңағы жерде. беймәлім дейміз. Беймәлім дейміз. Осының барлығы жаңағы индоевропалық тілдің жаңағы грамматикасы, бірақ бізде дамымай қалған ол. Түркі тілі әрі қарай дамып кеткенде бізде дамымай қалған, бірақ сөз арасында ол қалған. Көрдің бе? Мынау еңбек өте енді күрделі. Бір жағынан қарапайым, осындай мысалдармен келеді. Екінші жағынан қазіргі заманауи оқырманның шыдамы жете ме жетпей ме? Мен ана жазып теріп отырғанда, алғы сөз жазған кезде осы заманауи оқырманның шыдамы жете ме осыны ықтияттап оқуға? Сол мені толғандыратын. Сол үшін енді қызықтыру үшін қандай тағы мысалдар келтірер едіңіз? Енді кеше ғана мен мысал теріп жатырмын, мынау скандинавтардың сагалары, жаңағы сақ дүниесіне шыққан, олардың өз елін, мынау түп отанын осы оңтүстік Орал, Қазақстан жағынан іздейтіні, шведтердің, басқалардың да, жаңағы Дания, даттардың да осы біздің жақтардан шыққан туралы. Енді біз дегенде ол қазақтан шықты деген сөз емес, мен жаңағы тырнақ шаңышында айтып отырмын ғой енді. Бәрі ол қазақтан тарады деген сөз емес. Бірақ осы табиғи географиялық оңтүстік Орал мен Қазақстан жері отан болды ғой мәдениеттердің тарауына. Атқа мінгізгеннен кейін ботай мәдениеті дейміз. Бірақ енді кейін ғылымда бір не бар? Мынау Қара теңіз тұсындағы ат мәдениеті ботай мәдениетінен ертерек деген. Кейін бір шықты, американдықтар дәлелдеді ме? Енді ол осы 11-ші жылдар ма сол кезде шықты. Ол енді негізі жылқының болуы ботайдан да бұрын оңтүстік Оралда, Қазақстанның солтүстік жағында болған. Ол жаңағы неден кейін жоғарғы палеолит бар ғой. Содан кейін жаңағы жылқыны үйреткен, оны Матишин деген орыс тілі ғалымы оны дәлелдеп келтірген. Бірақ оны евроцентристер, еврокіндікшілер оны мойындағысы келмейді. Ал енді солтүстік Кавказда, сосын Украинада мәселен, оның барлығы сол жаңағы оңтүстік Оралдан барғандар. Әрине, ол заманға қатысты біз анау қазақ, анау орыс дей алмаймыз. Расында да тек жеке тайпалар, рулар қалыптасып жатқан кез, солардың мемлекет құрып жатқан кезі, ол кезде қазіргі этнонимдер жоқ, мысалы ұлттар. Бірақ енді бір судың бастауы болатын тәрізді ұлттардың қалыптасу бастауы осы жер болып дейсіз ғой, содан тарап кетті. Соның түбірі біздің қазақ тілінде сақталған. Ол енді біздің ата жұртта мәселен оңтүстік Орал мен Қазақстанда башқұрт пен қазақ қалды. Қалғандарының бәрі жан-жаққа тарады. Түркі тілдестердің өзі біздің шет жағымызда басқа халықтармен араласып өздері жеке халық болып нетті. Өзбегі, түркмені барлығы. Түрлері де өзгеріп кетті. Түрлері де бәрі де. Ал енді башқұрт пен қазақ бұл ата жұрттағы енді ұсақ қандайындай рулар, тайпалар бар шығар. Оларға мән беріп отқан жоқпын. Ал негізі қазақ пен башқұрт негізі жаңағы неден қалған. Бірақ бұған қарап елдің бәрі қазақ пен башқұрттан шықты деуге келмейді. Өйткені жаңағы сол жерден оңтүстік Оралдан неден бүкіл дүниежүзіне саналы адамдар тараған. Тарап өсіп өнген неткен. Жақсы. Сөзге келейік. Өйткені бәрібір қажетқанмен сіз сөз таратып отырсыз, жаңағы алаш құдіреті дейсіз. Осы алашты таратыңызшы. Алаш енді алғашқы жаңағы оңтүстік Оралда жаңағы неде халықтар, рулар пайда болды ғой. Мәселен, қас тайпалары, сақ тайпалары, ари тайпалары, осылай тай тайпалары, тай дейді мәселен.
осы уақытта алғашқы сөздермен аталған. Алғашқы бір буынды сөздер, Иә, бір буын. содан кейін анау кейінгі тайпалар жаңағы бірлестіктер дейсіз, Олар жаңағы бірлестік аран, қой. алат, арат, мысалы Иә. моңғолдың араты ол шаруаларын ғана айтқанмен тіпті халықтың да аты дейсіз. Халықтың да аты. Араттықтар, одан алаттықтар, Иә, сосын кейін барып алшын болып кетеді, жаңағы алат болады, алшын болады, иә. сосын мынау аламан жаңағы. Осының бәрі бірлестіктер. Бағана бір сөзіңізді айттыңыз ғой, мына экраннан тыс. Алаш сөзін жай ойланып жүрдім, бірақ осынша еңбек шығады деп ойлаған жоқпын деп. Әлгі алаш болғанда дегеніңіз бар ғой. Иә, алаш. Соны айтыңызшы, Дархан. Алаш құдіретін мұндай болады деп ойлаған жоқ. Бірақ зерттей келген уақытта қарасам, қазақтың аңыз, мифтік аңыздарында ғана алаш бартын. Сонда қазақтың жаңағы шежіре аңыздары бойынша қазақ алаштан шыққан дейді. Ал енді алаш деген мемлекет жаңағы тарихи деректі жоқ, кезікпеген. Оған біздің тарихшыларымыз қаншама еңбектенсе де толық мәнді алаш деген мемлекет болған, одан қазақ шыққан деген жаңағы деректі таба алмайсың. Сөйтіп осыны қарап отырсам жаңағы жерде қазақтың бұл аңызы өте неде жоғарғы уақытында неолиттің соңғы несі энеолит дәуіріне келеді. Мыс дәуіріне. Мыстың алғашқы Бұл қай ғасырлар, қай мыңжылдық? бұл жаңағы 4000-5000 жылдықтар ғой. Біздің дәуірімізге дейін. Дәуірімізден бұрынғы 4000-5000 жылдықтар. Бұның несі мыс дәуірінің басталуы. Ал енді самародық жаңағы мыстың болуы біздің Қазақстан территориясы мен Оралда өте көп болған. Әлі де бар шығар. Кен орындарда болған. Жаңағы сол самародық дайын шоқпардай мыстарды алып, содан қару-жарақ жасаған бірінші. Одан кейін сосын жаңағы қола мәдениеті пайда болды. Марғұлан бұны дәлелдеді. Қазақстанның территориясы орталық Қазақстанда металлургияның негізі салынды, қола мәдениеті жасалынды, цехтары табылды, дайындаған дүниелер табылды, барлығы табылды. Жақсы, алаш. Ал енді алашқа келетін болсақ, сол алаш дүниесі бұл ари тайпасы мен ас тайпалары. Мәселен, солардың бөлшектері болуға тиісті. Солардың басы біріккен. Бұл тайпалар пайда болғаннан кейін табиғи заңдылық, ұлы даланың көшпелі тайпаларының заңдылығы бір-бірімен бірігу керек өмір сүру үшін. Жаңағы бірлестік құру керек. Сөйтіп барып күшейіп жаңағы жан сақтайды. Содан жаңағы ари тайпасының жақсына ғылымда ари дейді ғой. Ари дейді, ара дейді, әртүрлі немен айтылады. Бірақ негізгісі ар. Сол ар мен астар біріккен, содан арыс дейді ғой бізде. Ағарыс, бекарыс, жанарыс дейді ғой. Осы арыстан алаш шыққан. Осы болса ар дыбысы қалай сонда ыл дыбысына айналып кетеді? Осы өзі табиғи икемделетін дүние ғой бұл. Бұл барлық тілде бар, әсіресе қазақ тілінде бар. Ал енді осы дәлел келтіріңізші, мысалы. Енді оқырман сенбейді ғой. Қазір мынау фейк ақпарат көп кез келген салада. Ал енді арыс, ыр қалай қазақта болсын, басқа тілде болсын, басқа тілден келтірсең тіпті жақсы болар еді, келтірсеңіз, мысалы. Мәселен енді ойыңызда есіңізге түссе. ыр дыбысы ылға айналып кетуі өте икемді дүние. Мәселен, бір жұмсаған уақытында ар дейді ғой. Ар дейді, мәселен, алғашқы дыбысы ар. Мәселен, ол алға кеткен ал. Көрдің бе? Арьергард бар? Иә. Арьергард. Авангард алды. Арьергард арты ма еді осы? Иә. Сондай табиғи икемделіп тұрған не ғой? Ардың жақсы. ылға айналып кететін. Енді солай деп отырған, ойлап жүрген жаңағы жерде. Қазақтың аңызы ғана бар, басқа ешнәрсе жоқ деп. Енді зерттей келсем жаңағы жерде. Бүкіл Европаға барған, осыдан біздің заманымыздан бұрын 4000-5000 жыл барған көшпелілерден. Олар өздерінің құдайларын, соғыс құдайларын арес дейді екен. Бұл арес дегенім арыс қой.
бұл алаш, қазақша алаш, ал негізі арес. Ал енді сақ пен скиптер, сармақтар, бұлар да жаңағы жерде өзінің соғыс құдайларын арес дейді екен. Соған құдай жасайды екен, соғысар алдында табынады екен. Яғни шығысқа да барған бұл дүние. Сонда қазақтың арысы жаңағы кезінде керемет соғыс арқылы көшпелі тайпалардың басын біріктірген. Иә, сіз айтасыз, соғыс бұларды шыңдады. Өзара көп соғыс болды ғой енді. Бейбітті бірікті, жаугершілікпен де бірікті. Иә, соғыспен бір-бірімен соғысып әбден сол арқылы бұлар шыңдалды. Қару-жарағын жетілдірді, атын жетілдірді, ата-әбзелдерін жетілдірді. Жаңағы балталы, соғыс балталы мәдениет, арба мәдениеті. Иә. Осымен барды да бұлар бүкіл дүниежүзі бұларға қарсы келетін ешқандай халық болмады кезінде. Сол бұлардың рухы жаңағы жерде Европаға қатты берілді. Бұлардың рухы жаңағы алға ұмтылу, көшпелілердікі алға ұмтылу, жаңалыққа ұмтылу. Бір орында қозғалыс құдіреті дейді бұны. Мен айтып отырмын, қозғалыс құдіреті. Ал енді кейін мәселен осы бүкіл әлемде адамзатта қазір Европа мәдениеті ғой алға шығып тұрған. Қытайлар да анау қиыршылыста да бәрінде де осы Европаның костюмі, Европаның шалбарын киіп, Европаның жаңағы қару-жарағын нелерін пайдаланып жүр. Сондықтан бұл енді Европаның мәселен бұл құдірет жаңағы алаштықтар берген. Жаңағы көшпелілер осы, мен оны алаштық деймін. Ал бұлардың тілдері жалғалмалы тіл болған. Бұны қазір кейін алаш құдіретін аяқтар кезінде айтайын деп отырмын. Жаңағы шартты түрде алаш тілі депті. Алашкер? Алаш тілі. Алаш тілі. Алаш тілі. Яғни бұл жалғалмалы тілдер. Бұлардың құрамында түркі тілі, алтай тілдері болған. Бұлардың құрамында угрофин тілдері болған. Бұлардың құрамында моңғол тілдері, жаңағы басқа тілдер бәрі болған. Бұлар жалғалмалы тілдер. Ал енді мынау Афразия тілі мен жаңағы Үнді-Европа тілдері, бұлар қопармалы тілдер. Бұлар қопармалы тіл дейтін себебі бір нәрсе жалғанатын болса, бұлардың түрлі сөздері өзгеріп кетеді. Сонда осы екі түрлі тілдің болуы сіздің гипотезаңыздың екеуіне де қатысты ма? Мысалы дыбысқа еліктеуден екеуінде де. А неге екі тілде біреуі қопармалы, біреуі жалғалмалы болып қалыптасуы қалай? Бұл өздерінің ерекше даму ерекшеліктері ғой. Қопармалы тіл. Қопармалы тілді зерттеу өте қиын. Өйткені түрлі сөздері сақталмайды. Өзгеріп кетеді. Өте қатты өзгеріске түседі. Енді мен сөзіңізді бөліп бір нәрсе айтайын деген. Баяғыда шумер тілінен бірдемеден келтіреді ғой, біз енді әуесқой оқырманбыз, жаңағы оны ойлаған жоқпыз. Және бізде совет үкіметі кезінде әлде менің санам солай болды ма? Бәрібір жаңалықтар ашылып қойылғандай болды. Соны тек бар нәрсені оқып игеру керек, бар нәрсені оқы, егер, жатта, санаңа сіңір, жадыңда болсын. Сөйтсек өзі бұған дейін айтылып сіңіріліп келген нәрсенің түбірімен өзгерту керек екен. Түбірін табу керек екен. Иә. Оның бір мысалы, мен айтып отырмын ғой, сіздің еңбектеріңізге мен сәл енді қол ұшын тигізіп жатырмын. Терісуге, бір жаңағы редакторлықтан өткізуге, негізгі өз еңбегіңіз, өзіңіз. Біз ұзақ дайындаламыз, бір жеке мақалалар жазамыз ғылымда, конспектлер жазамыз. Содан кейін барып қаншама ғылыми конференциядан, апробациядан өткіземіз. Ал сізде көлденеңнен келіп килігіп еңбектер шығарып жатсыз. Бұлай. Басында оны шығару өзі қиын болды. Орталық Қазақстан газетіне шықты, оны Мағауия Сенбай марқұмға рахмет, алғашқы 3 бөліп дүркін шығарып берді. Одан кейін мынау Бақтыбай Жұмаділдин ағамыз шығарып жатыр. Бірақ бұл кітаптардың әлі шығу деңгейі, таратылуы көңіл көншітпейді енді оған.
сіздің бүгін мен экспромтта мынау сұхбат алып отырғаным, бұл оқырманға жете беру керек. Өйткені режиссер да болады, продюсер де керек. Жұмысты алға жылжытатын. Енді соны таңғалатыным, қалай бұл жүзеге асады? Мысалы, біздің мұғалімдердің миын мен айтамын, анау ет турағыштан өткен фаршталған ми біздікі, ғылыми қызметкерлердікі. Өйткені біз ана конференцияға, мына конференцияға әртүрлі тақырыпқа жүгіріп жүреміз де, тұтастық, жүйелілік өте аз көп адамда. Енді бар, Жамбыл Артықбаев бар, Мақсат 65 бар, сондай жүйелі түрде жұмыс істеу. Басқа да азаматтар бар. Енді сізде осының бәрі құйылыпты, жаңағы гапло топтарға да келесіз, ДНК-сын да зерттейсіз, Клесовқа қарсы шығасыз, Дроздовтың еңбегіне сүйенесіз, анау Арменияда Алаштың бар екендігін дәлелдейсіз, армяндардың да жаңағы осы қатты баласы бар. Расында гапло топпен келген кезде біздің мынау арғындардың құрамында бар ғой. Таяу шығыстан келеді, еврейден келеді, Памирдан, армянның жаңағы гапло топтарының белгілері бар. Мысалы, бір қызық нәрсе. Жи гапло тобы. Енді осылардың бәрін миыңызға қалай сақтап, қай сөресінде сақтап жүрсіз? Осы жағын айтыңызшы. Енді ол сақтайтын адам сақтайды ғой. Сақтайтын адам. Мәселен, жаңағы Алаш құдіреті деп отқанда, Алаш ұлысы өзі тараған кезде кеткен ғой. Батысқа кеткен, оңтүстік батысқа кеткен. Мәселен, Кипрді Алаш деп атаған. Кипрді Алаш деп атаған, ол барған жерінде, жаңағы жерде мыс таратқан. Сол маңайына төгілді. Яғни мыстың өлкесінен барған. Мыс таратқан. Ол мына жақта мыс алды ма? Ол жерден барып мыс өндірді ма? Оны қайдан? Бірақ ол жаңағы Египетке маңайына төгілді мыс таратқан. Тарататын тауары мыс болған дейсіз ғой? Мыс болған тарататын. Ол Алаш деп аталған. Бұйымдар. Енді ол Алашты кейде ас деп атаған. Значит, ол жаңағы, яғни біздің айтып отқан ар мен ас тайпасынан тұратындығы. Бірде астар үстем болған уақытта ас болып кетеді, бірде арлар үстем болған уақытта ар үстем болып кетеді, бірақ ол жалпы аты Алаш. Ал енді Арменияға да біздің ұлы даладан тайпалар барған. Олар өздерін қай дейді. Осы жер есіме түсті. Қай дейді. Қай деген ұлы далада қалыптасқан, алғашқы дыбыстан қалыптасқан қақтар, қайлар. Қақ деген сөзден қай пайда болады. Мәселен, осы біздің неде жаңағы қалыпта, мәселен, қ әрпі иға айналып кететін. Сақтан сай, мәселен. Қақтан қай, мәселен. Ал енді ма түріктермен кімдер? Армяндар осы уақытқа дейін жауласып жүр. Ал бұлардың әр жақ тегінде туыстық бар. Өйткені Сырдариядан кеткен қайлар Түрік империясының негізін салды. Ал енді ұлы даладан барған қайлар, мәселен, Арменияның атын алып отыр. Бірақ бұлар барғанмен, жаңағы ана түрікке барғандар ғана өз тілдерін дамытып отыр. Ал мыналар барғанда жалғанмалы тіл шығар мүмкін. Ол қазақ тілі деп айта алмаймыз. Олар өз тілдерін сақтай алған жоқ. Арменияның өзінің жаңағы солтүстіктен барғандар. Солтүстіктен барғандар. Жаңағы бірақ түбі түбі қайды сақтағанына қарағанда Алаш, жаңағы Алаш деген жаңағы несі бар, командасы бар. Алашкерт деген футбол командасы бар дейсіз. Алашты құрметтейді. Бір кездегі ата бабалар. Яғни біздің Алаштар барған өзі. Бірақ бірте-бірте сіңіп кеткен. Ана Кипрде сіңіп кетті ғой, ақыр бірте-бірте. Бір жерде тілді сақтады, бір жерде тілі сіңіп кетті. Мәдениетін дамытты. Түптерде ғана сақталып тұр ғой, мына жақта. Бірақ іздесек, анау ДНК-сынан, молекуласынан табамыз дейсіз ғой. Оны табудың бір несі, енді генетиктер гаплогруппа ДНК арқылы келсе, гаплотоп арқылы ДНК арқылы. Сіз сөз арқылы келіп жатсыз. Сөз арқылы. Сөздің ДНК-сын ашып жатсыз. Ал енді мәселен, біздің генетиктер мәселен, арғындардың гаплогруппасын анау Индиядан келтіреді өздерінше. Ол қаңғып келген біреу ме дейді. Ал ол қаңғып келген біреу келіп, жаңағындай арғын тайпасын жасай алмайды ғой. Ол үшін оның негізі болу керек. Оның маңайында сол
жи тайпасы пайда болатын ортасы болу керек. Несі болу керек. Ал менің айтып отқан несі мына еңбектерде арт жағында да айтатын шығар. Мынау жаңағы Индияға барған, Иранға барған, жаңағы неге барған, жаңағы Түркияның жеріне барған, осыдан 15 мың жыл бұрын, одан да бұрын шығар, кетіп қалған жаңағы үнді европалық тілдестер бар ғой. Солардың ішінде жаңағы жи гаплогруппалары бар. Не болған жаңағы. Осы жерде қалыптасып барған дейсіз ғой ана Осы жерде жаққа. қалыптасып. Содан кейін барып қайттан кері толқынмен келуі де мүмкін. Жоқ, келген қалған мұнда. Жоқ, түбірі қалды ғой осы жерде. Жоқ, бізде жи гаплогруппасы қалған, содан арғындар, башқұрттардың қаңлылары, мәселен, моңғолдардағы жилар. Бұлардың бәрі қазіргі біздің генетиктер оларды ана жақтан тасып әкелмекші болады. Кейін келген дейді. Мәселен, 13 мың жыл бұрын Индияда пайда болған жаңағы біздің Үндістанда пайда болған дейді. 13 мың жыл бұрын. Солдан бізге келген дейді. Ал олай емес. Бізде ол қалған 13 мың жыл бұрын осы жерде қалған гаплогруппалар. Ал енді бұл жерден табылмай тұрса, ол өйткені бізде топан су болған. Түсінікті. Археологиялық мәліметтердің жоқтығы топан судан. Енді мына биыл да топан су көп нәрсені қопарып кетті ғой. Иә, ол көп нәрсені құртады. Мәселен, неден? Құрметті оқырман, бұл 2024 жылғы 22-ші көкекте жазып отырмыз мына хабарымызды. Биылғы 24 жылдың наурыз көкегі тасқын сулы болған, қарғын сулы болғанын білесіздер. Біз осыдан 12 мың жыл бұрын, 15 мың жыл бұрын болған топан су туралы айтып отырмыз. Осыған. Иә, оны мәселен, ол топан су біздің басқа жерде қалай болғанын әртүрлі аңыз ғой, бірақ сол топан судан кейін көп халықтар тараған бізден. Ал топан су қалай пайда болған? Мынау мұзды мұхитқа құйып жатқан ұлы өзендер бар ғой. Солардың құятын жеріне керемет мұздар пайда болған, таудай. Сосын олардың құятын жерлерін пішіп тастаған. Содан кейін ол сулар кері серпінген. Кері серпініп, Торғай ойпаты бар ғой қазір, Тұран ойпаты дейді ғой. Содан келіп үлкен Тұран теңіз пайда болған. Сонда мынау біздің Қазақстанның территориясы тұтастай көбі жаңағы судың астында қалған. Каспий мен жаңағы Қара теңіздің арасы жалғасып тұрған. Ал енді Каспий мен жаңағы Тұран теңізі бәрі жалғасып тұрған. Бұрын айтады ғой, Тесей теңізі болды дейді. Үлкен мұхит, Тесей мұхиты ма екен осы? Сияқты болған. Ал енді бұл сулар көп нәрсені шайып кетті ғой. Сондықтан табылмау. Түсінікті. Яғни жи гаплотобы басында болды, түп тамыры осы жерден табылуға тиіс еді, бірақ ол бұл жерден табылып отырған жоқ, Үндістаннан, Ираннан табылады. Сосын біз ойлаймыз, арғын арилар Ираннан, үнді ирандық топтар дейміз. Ал сіз айтасыз, жоқ, бұлар осы жерден кетіп ан жаққа қалып қойды, ал бұл жерден табылмауы кезінде топан су шайып кетті. Енді башқұрттарда бар мәселен, башқұрттарда сақталып қалған. Енді қараңыз, бұл еңбек жас оқырманға не береді? Бұның келешегі неде? Негізі бұл еңбекте басқа мың ғалымнан Төтейұлы ғалымның ерекшелігі неде? Жоқ, мәселе ерекшелігінде емес. Мен енді профессионал ғалым болмағандықтан, бірақ менде еркін дүние бар. Еркін идея бар. Жастарға қызығатын дүниесі, мен 80 асып кеткен адаммын. Мәселен, ғылымда еркіндік болмаса, ғылымда жаңағындай еркін сөз болмаса, еркін ой болмаса, ғылым дамымайды. Белгілі бір стандартқа енгізіп қойған ғылым өмірінде жалғаспайды. Ол сол стандарттан қалады. Әлі біздің ғалымдар, мәселен, доктор наук академиктердің көбі сол бұрынғы Совет үкіметінің уақытындағы евроцентристік пиғылдар жүр. Мәселен, жаңағы Алашты Жамбыл Артықбаев, мәселен, Энелит заманына апарып қойды. Энелитіңіз қай мың жылдық?
Ол енді 14 мың жаңағы жыл бұрын ба? 15 мың жылдықтар, иә. Біздің жер саламыздан бұрын. Мәселен, соған апарып нелит замандарына апарып қойып отырып, мен сол кісіні құрметтеймін жаңағы. Оны дәлелдеп айтпаса да, мәселен, жаңағындай жан-жақты айтпаса да, соған апарып қойды. Ал енді басқа ғалымдар, мәселен, Алашты біздің болған тарихи хандарымыздан іздеуде. Шыңғыс ханда бар теңестіреді, Хақназарды теңестіреді. Сосын тағы басқа тағы теңестіретіні көп мәселе. Олардың теориясы Қарабайыр бергі заманды үстінен ғана тырмалайды дейсіз ғой. Ал жаңағы Жамбыл тарихты Алашты анау ерте мыңжылдықтарға ерте дүниеге апарады. Ерте дүниеге апарады. Енді оған тікелей еңбек айтпаса да, тікелей жазбаса да, жаңағы соның өзі жетіп жатыр. Мәселен, Әлкей Марғұлан советтік заманның өзінде алғашқы өркениет цивилизация Қазақстанның территориясында болған деп пікір айтқан. Қорықпай, үрікпей айтқан. Бірақ ол кісіні тұншықтырып тастаған. Көрдіңіз бе? Иә. Ал енді соны айтатын заман келді енді. Ол жалғыз мен емес. Қазақстанның территориясында алғашқы өркениеттің пайда болғандығын, оның жан-жаққа тарағандығын, және де айта кету керек, сол өркениетті қуып шыққан алаштықтар көшпелілер. Көшпелілер жай жүрмейді ғой. Оларға барымта керек, оларға соғыс керек, оларға жаңағы бір нәрсені құртып жою керек. Сосын жаңағы Аркайым сияқты қалаларды жақтырмайды. Енді осы жерде сонда көшпелі мәдениет, енді арандатушы сұрақ қояйын. Бұл құртушы мәдениет пе? Мына негізгі нәсілдік теорияларда айтады ғой. Бұлар көшпелілер қиратушы, бұлар өздері ештеңе жасамайды, ештеңе құрай алмайды. Бұлар құртушы, қиратушы. Бұлар барды пайдаланады, сөлін, нәрін сорып алады, лақтырып тастайды, қиратады. Өздері ештеңе дайынға келеді. Бұлар ал енді мемлекет құрмаған дейді. Бұлар мемлекетте құрған, оның ұлыс дейді оларды. Бұлардың жаңағы барымташы екендігі, қарақшы екендігі, табиғаты солай жаратылғаны ол рас. Жақсы сөз емес қой, қарақшы деген сөзіңіз. Жоқ, одан қашып құтыла алмайсың. Көшпелілер жаугершілікті қалып қойғаннан кейін Шыңғыс ханның соғысын, мәселен, қанішер деп таласады біреулер. Мынау Шақановпен кім екеуі таласады ғой, қанішер. Мұхтар Мағауин екеуі. Дұрыс таласу емес. Соғыс болғаннан кейін өлтіруде болады, жаңағы қанішерлікте болады, бәрі де болады. Ол дұрыс емес. Сол сияқты жаңағы көшпелілерде жаңағы олардан жаңағы мейірімділік бір нәрсе андайында іздеудің қажеті жоқ, бірақ оның өзінің тарихи миссиясы бар. Ұлы далаға шындығын айту керек, көшпелілердің сол кездегі мәдениеті, жаратылысы сол келіп тұр, прогрессивный болды. Ал енді жаңағы алғашқы мәдениет жасағандар, олар оны әрі қарай жалғастыра алмады. Өйткені олар қашып кетті жылы жаққа қарай. Мына жақта жан сақтау қиын болды, суыққа төзбеді. Жаңағы оларды қуып та шыққаны, мүмкін өздері ғана ие болып шыққаны көшпелілердің, ол да табиғи бір миссия. Ақырайғанда оларды да қуып шықты, өздері де кетті жан жаққа төгілді. Сол қазақпен башқұрт қалды ғой. Ал енді бұлардың жаңағы Европаға барғандағы олар айтады ғой, бәрі құртты, үйтті. Құртатын құртты, бірақ қайтадан мемлекеттер бар. Алғашқы мемлекеттерді жасаған Европада, жаңағы Италияда, жаңағы Грекияда, жаңағы Арабияда барлығында алғашқы мемлекеттерді жасаған көшпелілердің ұрпақтары. Солармен араласқаннан кейін бар олар үлкен ұлы мемлекет жасады. Қытайдың өзі де солай, жаңағы жерде. Көшпелілердің барып араласуынан кейін Қытай жаңағы мемлекеттер пайда болды. Мәдениет пайда болды. Жақсы. Енді біз қазір көшпеліліктен енді отырықшылыққа көштік қой, енді отырықшымыз ғой. Енді біздің серпілуіміз үшін сырттан бір көшпелі келу керек па? Жоқ әлде бойымызда бір рух, пассионарлық қуат қалды ма? Жоқ, енді қазір енді болашақ даму қалай болады?
егер көшпелілердің құдіреті жалғасу керек енді. Жаңадан жалғасу керек. көшпелілерде мейірім жоқ деген қалай? Енді олардың отбасында, әулетінде өзінің жақынына деген мейірім Болады шуақ болды ғой бар енді. ғой. Енді Иә, соғыс болғаннан кейін. иә, Соғыс болғаннан ғаламат кейін. масштабталған кезде мысалы Иә, екінші дүниежүзілік соғыс енді біз білетініміз. Иә. Бірінші дүниежүзілік соғысты аздау білеміз, екінші дүниежүзілік соғыс. Мәселен Онда да махаббат тарихы бар ғой. Махаббат Иә. тарихы бар, мейірім тарихы бар. Бірақ жалпы алған кезде екі адамзат өзімен өзі соғысқанда қайдағы кішкентай микро махаббаттар болды, микро мейірім болды. Былай ойласақ. мәселен Оны жойып та жерген жоқ. Бірақ жалпы алсақ соғыс ол мейірімсіздік қой. ер адам гапло группалары мәселен Европада 65% дейді. Бұл көшпелілердің жаңағы бұрынғы гапло группасы қанының. Иә. Ал енді олар неге солай болды? Олардың жаңағы мейірімсіздігі неге дейсің ғой? Еркектерін бәрін өлтіріп тастап, қатындарын алып алды. Әйелдерін. Көшпелілер бірнеше әйел алуға жандары бар ғой. Жаңағы соғыстағы ең бір табысты олжасы әйелдер. Сосын көшпелілер адам жатырқамайды. Шығысқа барсын, батысқа барсын, жаңағы жерде. Шығысқа барғанда ақ нәсілді болып барды ғой. Сонда анау қоңыр нәсілділерді жаңағы жақтырмай бәлен түген деген жоқ. Қыздарын, әйелдерін бәрін тартып алды. Ақсүйек деген қазақтар екер қалған жоқ. Ақсүйектер сол кезде олар үстем болды. Шығыста. Сосын ақсүйектер жаңағы үстем тайпаларды, төрелерді қазақта болып қалған ақсүйек, қарасүйек деген. Ал кейін араласып кеткеннен кейін өздері қарасүйек бола бастағасын, жаңағы Қарахан дегендер пайда болды. Қарахан мен қарлықтарда мәселен қандары әбден шығыстың әйелдерін алғаннан кейін түрлері қап-қара болып шыға келді. Ақсүйек деген қазіргі қазақтағы мағынаны шыққан несі содан. Жақсы, бұларға бір келеріміз. Тағы да бұл әңгімені жалғастырамыз. Рахмет. Мен енді бұл әлеуметтік желіге шығарам, Алла қаласа. Сізге Алла тағала күш қуат берсін. Құдіретіңіз тасыған деңгейіне келейік. Өзі енді қазір ғылым айтады ғой, енді жалпы адамның кемелденген шағы ол 60-70-тен кейін деп. Соған қуат берсін. Сіз Зайрат ата екеуіңіз үлкен шығармашылықпен айналысып жатсыз. Енді әрбір күшті ұлы еркектің артында күшті әйел тұрады дей ма? Әрбір мықты еркектің артында бір ұлы әйел тұрады дей ма? Бұл кісінің жан-жары Зайра Жарылғап қызмет ол кісінің? Иә. Ол кісі жеңгеміз бала кезімізден білеміз. Осы еңбекті теріп, компьютерге жинақтап жатқан сол кісі. Ал ағамыздікі қолжазба, жаңағы ойдан қолжазба қылып түсіреді. Оны ептеп теріп жатқан адам бар, бірақ тездетіп осы еңбектер жарыққа жетсе. Бұл мен өз ойымша бұл үлкен жетістік. Кез келген ойды айту, жүйелеу, сенбеуге болады, терістеуге болады, қабылдамауға болады. Бірақ оның бойында тұрған бір рационалдық ойларды неге алмасқа, неге оқымасқа, альтернативтік ойлармен, гипотезалармен неге таныспасқа. Өйткені бұған дейінгі айтылып келгендердің бәрі Насим Талептің айтуы бойынша теория дегеніміз бір шытынақ нәрсе, шыны тәрізді. Бүгін бір теория басым болып тұрады, сосын келесі жаңа теория болғанда анау сынады. Сонда теорияларымыз біздің гипотезалар екен. Олар басымдық алған гипотеза теория атаған дәрежесіне көтеріледі. Келесі теория пайда болған гипотеза басымдық алса, алдындағы теория болып тұрған дүние тақтан түседі. Сіздің еңбегіңізге жеміс тілейміз, деніңізге саулық тілейміз. Бұл әңгімемізді Алла сәтін салса жалғастырамыз. Жақсы, рахмет.